Саламатсыздар ма? Менің атым Хайдал Санжар. Менің таңдаған шығармам Қабдеш Жұмаділовтің «Академиктің көз жасы». Бірінші сұрақ: көркем шығарма қандай тарихи кезеңдер мен оқиғаларға арналған? Шығарма 2005 жылы жарық көреді, және бұл шығармада 20 ғасырдың 20 жылдарынан бастап Қаныш Сәтпаевтың соңғы күндеріне дейінгі кезеңді қамтиды. Әсіресе 1925 жылдан бастап Голощекиндер билікке келіп, Қазан төңкерісінің өткізуге рұқсат алған кезде халықтың жағдайы күрт нашарлады. Қаныш өзінің таңданысын жасыра алмай, көзіне сенбей және сол адамның бет-әлпетін көреді. Біз мұны осы үзіндіден көре аламыз. Бұлар жол жиегіне тақау қонған 3-4 үйлі бір ауылға бұрылғанды. Естияр біреу кезіксе сол бағытын сұрау ойларында бар еді. Сұмдық-ай, әлгі ауылда тірі жан жоқ, 4 түлік мал түгіл. Ит екеш ит те көрінбейді. Шеткі бір үйдің киіз есігі түсіріп, сыртына ергене қойып, арқанмен шандып байлап тастапты. Түндігі ашық. Қаныш не де болса ерекше көріністің мәнісін білмек болып, ергенекті бекіткен арқанды шешіп, сүрілі киіз есікті жоғары көтере беріп, шалқасынан түсе жаздады. Сұмдық-ай, 3, 5, 7 жастардағы ұлы қызы аралас 5-6 бала есікке таман тырмысып келіпті де, бірін-бірі құшақтаған күйі қалып қатыпты. Шамасы үлкендері осы ауылдың ұсақ балаларын бір-біріне қамағанда, өздері талғажау бірдеңе іздеп кеткен беті ауылға қайтып оралмаған. Жүрегі тас төбесіне шыққан Қаныш ергенекті орнына қоя салды да: «Жалғыз осы ауыл дейсің бе? Бұдан басқа ауылдардың да көрген күні осы ғой», деді көңіліне тіл қатып. Келесі сұрақ ол шығарманың негізгі идеясы не, және автор қандай мәселе мен сұрақтарды көтереді. Бұған мен Қабдеш Жұмаділов 20 ғасырдағы қазақ халқының басынан өткен қиыншылықтарын, белгілі академик Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың қызықты әрі қиындыққа толы жолдарынан тұратын оның өмірімен байланыстырып жазылған. Көбінесе академиктің аштық кезінде көрген қиыншылықтар туралы және осы қиыншылықтар кезінде ол қалай әрекет еткені туралы жазылған. Сонымен қатар қазақтарды сатқан қазақтардың өзі екенін ащы шындық болса да көрсете білді. Мысалға, Сәкен Сейфуллин Тұрар Рысқұловтың басынан кешкенін көрсетуге болады. Және де басты мәселелердің бірі ол Ресей империясының қаталдығы және қазақ халқына еш аяусыз қарауы, соның себебінен халықтың қырылуы, көптеген егістік жерлердің құнарының кетуі болады. Малдың санының күрт азаюы болып табылады. Және де менің ойымша бұл шығарманың басты мәселелерінің бірі ол Ресей империясының қазақ халқының және оның менталитетімен бірге жойып жібергісі келгені туралы жазылған. Оған анық дәлел ретінде біздер репрессияны келтіруге болады. Олар қазақтың зиялыларын, яғни көзі ашық, ауқатты адамдарды жойып жіберуі, оны мұна үзіндіден көрсек болады. Яғни бұл өмірдің ащысында, тәттісінде бір кісідей татыпты. Жалған дүниенің күліп тұрған бетінде түсін суыққа салып, теріс айналған ту сыртында көріпті.
Қай кезеңде де сол баяғы өгей өмір, баянсыз тағдыр. Өз еркің өзінде жоқ, қайда барсаң кіріп тарлық. Бай болғаның ішінде, би болғаның ішінде жазықтысың. Тегінде халқың азат болмайынша, ұлттың бақытты болмайынша, жеке адам қанша шарықтап өскенімен бақытты болмайды екен. Пайғамбар жасына келгенде Қаныш Имантайұлының бір түсінген нәрсесі осы. Отаршыл өкіметке Қаныш та керек емес, басқасы да керек емес. Олардың тек басындағы миы, қолындағы өнері керек. Сатпаевтар керек болса, академиктің 3 бірдей ағасын еш жазықсыз атып тастай ма? Отаршылдарға қазақтың елі де керек емес. Ел керек болса, ашаршылықты қолдан ұйымдастырып, халықтың қақ жартысын қырып сала ма? Оларға қазақтың елі керек емес, жері керек. Жерасты байлығы, алтыны мен мысы, марганец мырышы, ураны мен көмірі керек. Азық етерлік астығы мен малы керек. Міне, оларға ұлттар достығының, яғни лабораториясы сол үшін керек. Келесі сұрақ, ол шығарманың бас кейіпкерлері кім және олардың бейнесін сипатта. Шығарманың бас кейіпкері, ол яғни Қаныш Сәтпаев, шын есімі Ғабдулғани. Оның бейнесін сипаттап кетсек, яғни Қаныш ол бала кезінен зерек, көзі ашық, әрі оқуға құмар тұлға ретінде суреттеледі. Оның анасы Алиманы 2 жасында жоғалтып, сол кезде ол өмірдің ауыр сынақтарынан өткендіктен оның өздігінен білім іздеуі, ынтымақ пен еңбекке деген сүйіспеншілікпен мейірімі дами түсті. Шығармада Қаныштың өз халқы мен ұлтына қызмет етудегі жігері мен батылдығы айқын көрсетіледі. Қаныш ол өте жанашыр және терең ойлануы, оның әрбір әрекетінің ақылмен үйлестіріп, халықтың қиын жағдайында оларға қол ұшын беруге бағытталғанын дәлелдейді. Оның балалық шағынан бастап қалыптасқан адамгершілік қасиеттері, эмоцияға толы жүрегі мен тағдырға қарсы тұра білуі, оның бір нағыз батыр, яғни оны рухани көшбасшы ретінде санауға болады. Оның отбасы мүшелері, анасы Алима, ол өмірден ерте кеткенімен, оның анасының бейнесі Қаныштың ішкі әлемінде мәңгілік із қалдырады. Яғни анасының жылы жүрегімен, оның мейірімдігі Қаныштың болашақта адамгершілік құндылықтарына әсерін қатты тигізеді. Келесі ол әкесі Имантай, яғни отбасының қиын қыстау жағдайында қарапайым тіршілікті сақтап, өз балаларына үлгі болып, оларға еңбекқорлық, адалдық және жауапкершілік қасиеттерін өсіреді. Оның өмір жолы мен шешімдері Қанышқа рухани тірек ретінде, яғни болашақта оған рухани тірек ретінде болады.
Келесі ол Қаныштың үлкен ағасы ол Ғазиз Сәтбаев және әпкесі Ғазиза Сәтбаева. Яғни олар отбасының үлкен мүшелері ретінде ағасы мен әпкесі де Қаныштың тәрбиесінде атқарған рөлі маңызды. Олардың ұрпаққа көрсеткен ықыласы, даналығы, яғни және өмірлік тәжірибесі Қаныштың жан дүниесіндегі оның терең ойлауының, халыққа қызмет етудің негізі болды. Анасы ерте кеткен үшін, яғни Қаныш анасының 2 жасында айырылып, келесі ол Қанышта ол Нұрымның қамқорлығында өсіріледі. Бұл жағдай оның балалық шағына ерекше қиындықтар мен жауапкершілікті жүктейді. Яғни осы арқылы қандай қиыншылық болса да Қаныш өз жолын тірек ұстап, өзінің осындай тұлға болып шығуына әсер етті. Нұрымның мейірімі мен қолдауы оның қиын кездерде шыдамдылық пен табандылықты меңгеруге ықпал етті. Осы бас кейіпкерлер, келесі ол қосымша кейіпкерлер жайлы айта кетсек, олар Кемел Ақышев пен Таисия Алексеева болып табылады. Бұл тұлғалар Қаныш өміріндегі қосымша бетперделер болып табылады. Яғни олардың әрқайсысы қоғамдағы өз орны мен міндетін атқарып, Қаныштың ой өрісіне, оның адамгершілік және әлеуметтік қасиеттеріне әсерін тигізеді. Кемел мен Таисия арқылы автор қоғамдағы түрлі көзқарастар, яғни олардың моральдық қағидалары мен өзара қарым-қатынастарын да көрсетеді. Олар Қаныштың ғана емес, кең қауымдардың арман мақсаттарын бейнелейді. Келесі сұрақ ол шығармада қандай салт-дәстүрлер мен рәсімдер сипатталады. Актемиктің көз жасы ол ұлттық дәстүрлер мен ішкі жан дүниенің диалогы. Яғни шығармада қазақ халқының мәдени майлығын, салт-дәстүрлерін және рухани құндылықтарын қазіргі заманның көзқарасымен үйлестіре отырып, оқырманды терең ойлауға, өзінің тамырларына қайта оралуға шақырады. Шығармада көрініс табатын әрбір дәстүр мен әдет ғұрып халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан, яғни халықтың өмір сүру салтының айнасы ретінде қызмет етеді. Әрі олар заманауи жеке тұлғаның өзіндік болмысын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Яғни осы шығармада біз көретін салт-дәстүр және рәсімдермен бастасақ, олар біріншіден отбасы мен ру дәстүрлері. Яғни ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан рухани мұра қазақ қоғамында отбасы мен ру ол негізгі әлеуметтік және мәдени ұғымдар болып табылады. Шығармада отбасының құрайтын үлкендердің сөзі, дәстүрлі әдет-ғұрыптар мен мерекелердің ұрпақтан ұрпаққа берілуі көрсетіледі. Яғни келесі ұлттық құндылықтар, яғни отбасы мүшелерінің арасындағы өзара құрметті, сүйіспеншілігі және қолдаулары, ұрпақ тәрбиесінде
маңызды орын алатын моральдық қағидалар шығарманың басты тақырыбы болып табылады. Бұл дәстүрлердің өзгеруі немесе жоғалуы қаныштың жүрегінде терең сезім мен сағыныштың пайда болуына алып келеді. Шығарма арқылы автор отбасы құрылымының заманауи өзгерістерге ұшырау процесін бейнелейді. Сонда да ол ұлттық дәстүрлердің мәңгілік құндылығын, адам жан дүниесіндегі оң әсерін айқын көрсетеді. Қазақ халқы ең басты ол қонақжайлықпен танылады. Яғни біздің халқымыздың жүрегіндегі мейірім мен сыйластығы біздің қонақжайлылығымызды көрсетеді. Яғни шығармада халқымыз қаржысыз қарсы алудың, оларды құрметтеп, мейіріммен қарсы алуы маңызы айқын көрініс табады. Қонақжайлық дәстүрі арқылы қоғам мүшелері арасындағы өзара сенім мен байланыс нығаяды. Адамдардың бір-біріне деген құрметі, шынайы ықыласы мен бірлікте өмір сүрудің символы болып табылады. Бұл дәстүр қазақ халқының ашық, кең жүректілігін және бірін-бірі қолдауға негізделген мәдениеті болып табылады. Шығарманың кейіпкерлері арқылы автор халықтың қиын-қыстау сәттерінде де өзара көмекке шақырылғанын, әлеуметтік ынтымақтастықты қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Келесі ол ауыз әдебиеті мен жырлары мен аңыздары. Ол халықтың рухани мұрасы, яғни қазақ халқының ауыз әдебиеті ол ғасырлар бойы жинақталған дана сөздер, ертегілер, жырлар және аңыздар болып табылады. Бұл шығармада бұл әдеби мұра арқылы халықтың өмір салтына, тарихына және дүниетанымына ерекше назар аударады. Яғни ұрпақтан ұрпаққа берілетін даналық, ауыз әдебиеті арқылы халық өз тағдыры мен тарихын, өмірлік сабақтарын болашақ ұрпаққа жеткізеді. Бұл әдеби мұра кейіпкердің ұлттық сана сезімін нығайтып, қоғамдағы дәстүрлі құндылықтардың, олардың маңыздылығын жан-жақты көрсетеді. Шығармадағы жырлар мен аңыздар ол халықтың өткенін, сол дәуірдің рухани қасиеттерін, батырлық пен ерліктің үлгілерін бейнелеп, қазіргі заман мен тарихи мұра арасындағы үздіксіз байланысты көрсетеді. Біздің кең дала мен адам жанындағы терең байланыс, қазақ табиғаты ол шығарманың ерекше бөлігі болып табылады. Біздің кең даламыз, биік тауларымыз, өзендеріміз арқылы автор табиғат пен адамның үйлесімділігін, адамның жаратылысы мен рухымен тікелей байланысын көрсетеді. Шығармадағы табиғат көріністері кейіпкердің ішкі күйі мен сезімталдығы мен тығыз байланыста көрсетеді. Табиғатқа деген халқымыздың терең құрметі, оның табиғатымыздың сүюі, адам мен жаратылыстың арасындағы нәзік байланысты айқындай отырып, ұлттық рухани мұраның ажырамас бөлігі ретінде көрсетеді.
Келесі сұрақ ол осы шығарманы оқып болған соң сіз өзіңіз үшін танымдық тұрғыдан қандай жаңалық аштыңыз? Мен осы шығарманың арқасында 20 ғасырда болған тарихи оқиғалармен жақынырақ танысып, сол кездегі адамдардың ішкі жан дүниелерінің қандай күйде болғанын түсініп, және де Қаныш Сәтбаевтың өмірбаянымен оның қандай қиыншылықтардан өткенін білдім. Осы шығарма біздің қазақ халқымыздың қандай қиыншылықтармен халқымызға деген әділетсіздік көрсеткенімен, ата-бабаларымыз барлығына төтеп беріп, табандылық көрсетіп, халқымызды сақтап қалды. Осы үшін мен оларға өмір бойы мақтан етемін. Келесі сұрақ, өзіңізге ұнаған сюжеттерден 2-3 үзіндіні мәнерлеп оқып беріңіз. Менің бірінші үзіндім ол екінші бөлімнен алынған үзінді. Яғни әне-міне дегенше Қаныш келді деген хабар естіп, ауылдың жүруге жарайтын үлкендері жиналып қалды. Бәрі де қол сүйекке ілініп, жүдегендері сонша аяқтарын тәлтіректеп әрең басады. Ақырын ғана сөйлейді. Бұрынғыдай қуанышты сәтте мәз болып, емен жарқын қарқылдап күлу қалған. Өз елінше ыржиып, қуаныш белгісін білдіреді. Ал балалары сіңіріне ілініп, аяқ-қолдары шібейіп зорға отыр. Осы арада Қаныш шорт шешімге келді. Тез жиналыңдар, сендерді үй ішіңмен жезқазғанға алып кетем, деді Тәрмізей мен оның ілмиіп әрең отырған әйеліне қарап. Сонан соң бәріңді алып кетуге орын жоқ. Маған ең жүдеу, хәлі мүшкіл деген 15 бала жинап беріңдер. Мына апаттан аман қалар ма екен, оларды да ала кетейін. Тез болыңдар, біз таңға қалмай аттанамыз. Тапқан, таянған дәндерін алдымен балаларының аузына тосып отырған ағайындары енді жүгі жеңілдейтіндей. Қаныштың бұл қамқорлығына да разы болып қалды. Қаныш алда әлде қандай жағдай болады деп біраз азық ала шыққанды. Соның бір бөлігін балаларға жолазыққа қалдырды да қалғанын ауыл адамдарына үлестіріп берді. Тәрмізейдің үй іші мен 15 бала лезді машинаның қорабына орналасқан. Шопыр жігіт оларды осы ауылдан алған киізбен, туырлықпен орап тастады. Осыдан кейін Қаныш көп кідірмей ағайындарына қош-қош айтып аттанып кетті. Айтпақшы, жол жөнекей Шорман ауылына соғу керек. Өткені онда сол ауылға ұзатылған Ғазиза әпкесі бар. Көріспегелі көп болды. Дәл іргесіне келіп тұрып, жағдайын білмей кеткені ыңғайсыз болар. Қанышқа мына жолдың бәрі таныс. Кезінде мал мен басы шұрқырап жататын осы төңіректегі асы бай ауылдың бірі еді. 2 жылдық орыс қазақ мектебі осы Шорман ауылында болатын. Қаныш ол мектепке атпен қатынайтынды. Жол бойы балалармен жарысып та, аударыспақ ойнап, мәре-серер болушы еді. Қайта оралмас, ол да бір дәурен екен ғой. Тәрмізейдің айтуынша, қазір ол ауылдарда аштық азабын тартып отырса керек. Егер Ғазиза әпкесі көнсе, екі баласымен оны да өздерімен бірге ала кетпек. Ауылдың дәл іргесіне келгенде Қаныш әлде бір жамандықты сезгендей.
өзін өзі жайсыз сезіне бастады. Бірден өзі баруға батылы жетпей жағдайларын біліп келуге Тәрмізиді жұмсаған. Ол біраз бөгеліп барып оралды. Түрі күлмегендей көмейіндегі сөзі айта алмай тұр. Әкелгені қайғылы хабар. Бертінге дейін қолына түскен дәнді екі баласының аузына тосқан Ғазиза аштыққа төзбей осыдан 3 күн бұрын қайтыс болыпты. Балалары да қазір өлім халінде көрінеді. Жүруге шамалары жоқ дейді. Ой, қой дүние, бұл заман не болып барады? Бір кезде ақтылы қойы мен алалы жылқысы өріске симай, бүкіл Баянауыл өлкесін алып шыдатын Шорман әулеті бір аяқ асқа зар болып, аштан өлді деген не сұмдық? Ал Ғазиза, қайран Ғазиза. Осы тұсқа келгенде Қаныш өзін тоқтата алмай еңкілдеп қоя берді. Екі көзінен жас парлап тұр. Мына өз ауылында төгілмей іркіліп тұрған жас осы арада еріксіз құйылып кетіп еді. Әлден уақытта ес жинаған. Олай болса, деді інісі Тәрмізиге қарап, қайтып барды, сол екі жиенді алып кел. Ойбай-ау, олар аяқ басып жүретін халі жоқ қой, бәрібір жолда қалады. Соларға әуре болып қайтесіз, деп өлімге әбден еті өліп кеткен Тәрмізи барғысы келмей тұр. Әрі масылдары көбейіп, тамаққа ортақ еткісі жоқ па, кім білсін. Әй, сен өзің не оттап тұрсың? Қаныш қалай ақырып жібергенін өзі де аңғармай қалды. Ол балалар жалғыз әпкеннен қалған тұяқ емес пе? Әкем Имантай балаға зар болып жүргенде Құдайдан тілеп алған тұңғышы емес пе, Ғазиза? Сол әпкенің артында қалған балаларын өлім халында қалай далаға тастап кетемін? Барыңдар, арқаласаң да осында жеткізіңдер, деп Тәрмізидің қасында шопырын қосып берді. Сірә, бұл ауылда оларға бөгет болар ешкім қалмаса керек. Сәлден соң екеуі екі баланы көтеріп қайта оралды. Үлкені Кемел 8 жаста, кішісі Решат 5 жаста көрінеді. Екеуіне аздап тамақ беріп, еш жиғызды да сонан соң машинаның үстіндегі балаларға қосып қойды. Екі жиеннің көрер жарығы бар екен. Қаныштың арқасында екеуі де оқып, үлкен азамат болды. Оның біреуі Кемелді күллі қазақ жақсы біледі. Кейін Алатау бөктерінен алтын адамды тауып, бүкіл елді таңғалдырған атақты археолог осы Кемел Ақышев болатын. Келесі ол екінші үзінді, ол бірінші бөлімнен алынған. Қазақта тілеп алған аурудың емі табылмас деген ақыл бар. Осы құжатты Голощекиннің тікелей аудармасы. Күн көсем Сталиннен ат түйедей қалап сұрап әкелген өзіміздің әсіре төңкерісшіл большевиктер еді. 1925 жылы сәуір айында Тұрар Рысқұлов Сталинге өлердегісін айтып хат жазады. Бізге Қазан төңкерісінің шарапаты әлі жеткен жоқ. Қазақ байлығы қаз қалпында. Алашорда сілімтіктері қайтадан бас көтере бастады. Қазір Алашорданың Марал Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов сияқты идеологтары Ташкентте шығатын Ақжол газетінің төңірегінде топтасуда. Мүмкіндік болса, осы Ақжол газетін жауып тастаңыз екен деп өтініш білдірген. Ал сол жылы мамыр айында Сәкен Сейфуллин Сталинге өз аузымен бір тілек айтыпты. Мәскеуге Советтердің 5-ші съезіне барғанда Сейфуллин президиумына отырған Сталинге записке жазып, өзін қабылдауды сұрайды.
съездің соңғы күндерінде бірінде оны қабылдайды. Кабинетіне кірсе, көсемнің қасында Серго Орджоникидзе отыр екен дейді. Бұйымтай сұрағанда Сейфуллин де жаңағы Рысқұловтың өтінішін қайталайды. Қазақстанда соңғы жылдар ұлтшылдар мен байлар қайтадан бас көтере бастады. Солардың ығыстырумен байлығы сайлауда коммунистер қызметтерінен айырылып қалды. Мәселен, Қазақстанда Совет өкіметін орнатысқан мына мен қазір қызметсіз болып жүрмін. Сондықтан осында қалып партия мектебінде оқығым келеді. Соған жолдама берсеңіз екен, деп өтініш білдіреді. Бұрын қандай оқу орнын бітіріп едіңіз, деп сұрайды ұлы көсем. Бар болғаны мұғалімдер семинариясын бітіргем, дейді Сейфуллин. Большевиктер үшін бұл аз білім емес, менің де бітіргенім семинария ғана, дейді Сталин. Сіз оқимын дегенді қойып, елге қайтыңыз. Тәжірибелі кадрлар ол жаққа да керек. Ал байлар мен ұлтшылдардың күш шала бастағанына келсек, жақында сіздерге басшылыққа бір адамды жібереміз. Сол адам байлардың да, ұлтшылдардың да жынын қағып алады, дейді ұлы көсем мұртының астына жымия күліп. Бәрі де сол Сталин айтқандай болды. Май сұрасаң, міне құйрық, дегендей сол жылы қыркүйек айында Қазақстанға басшы болып Қожа Голощекин келді. Ол өзінде отан да жоқ, иман да жоқ. Бұралқа ит үргенімен жағады, дегендей. Ылғи да асыра сілтеумен көзге түсіп жүрген революционер болатын. Қазақстанға келді де ел үшін алай-тайдай бүлдірді. Келесі сұрақ ол кітап оқу кезінде қандай көңілде және сезімде болдыңыз? Мен кітапты оқи бастамасымен тарихи оқиғамен мен үшін жаңа қырынан ашылып, яғни біздің Қаныш Сәтпаевқа жасаған әділетсіздікті, сатқындықты, өтірік жала жабумен мені өте қатты ызаландырды. Яғни халқымыз үшін жанашыр болып, осындай қиын жағдайлардың өткені үшін ризашылығым артты. Келесі сұрақ ол бұл кітапты достарыңызбен, жақындарыңызды не үшін ұсынар едіңіз? Меніңше бұл кітап Қаныш Сәтпаевқа көрсетілген әділетсіздікке қарамай, біздің атамыз секілді сағын сынбай, әрі қарай қозғалуды, халқымыздың өткенімен таныстыратын, осындай өмірге жеткеніміз үшін шүкіршілік танытуға үйрететін шығарма деп ұсынар едім. Енді келесі соңғы сұрақ ол шығарма авторы туралы не білесіз? Шығарма авторы Қабдеш Жұмаділов, ол 1936 жылы 24 сәуірде қ.қр. Шыңжаң өлкесі Тарбағатай аймағы Шәуешек ауданында дүниеге келген. Ол Қазақстанның халық жазушысы Шәуешек гимназиясын бітіріп, жолдамамен Қазұу-не 1956 жылы түседі. 1958 жылы Қытай үкіметі органдары оны кері шақырып алады. Кейін 1962 жылы Бақты шекарасын бұзып өткен қазақ жастарымен Қазақстанға бір жылы оралған соң Қазұу-ын бітірді. Оның жас дәурен өлеңдер жинағы Қазір қайтып барады, Сары жайлау, Шарайна, Сәйгүліктер, әңгіме повесть жинақтары, тағы басқа романдары, яғни бүгінгі мен оқыған академиктің көз жасы оқырмандар қауымға жақсы таныс. Жұмаділовке шығыс
Түркістандағы қазақтардың өмірі мен азаттығы жолындағы күресі суреттелген тағдыр романы үшін Қазақстан Республикасының Абай атындағы мемлекеттік сыйлығы берілген. Қабдеш Жұмаділовтің өнер жолындағы өмірін айта кетсек, ол 1965 пен 67 жылдар арасында қазақ әдебиеті газетінде жұмыс жасап, одан жазушы баспанасында Қазақстанның баспа, полиграфия және кітап саудасы істер жөніндегі мемлекеттік комитетінде қызмет істеді. Жұмаділовтің алғашқы өлеңдері 1954 жылдан бастап жергілікті баспасөз беттерінде, ал Жамал Тырнақ қалды әңгімесі 1956 жылы Үрімжіде шығатын. Жұмаділовтың бір өлеңдер жинағы, 8 романы, 5 повесті және 10-даған әңгімелері, мақалалар жинақтары жарық көрген. Және де осындай мен оқыған академиктің көз жасы романында біздің халқымыздың жазушының қандай зерттеулерге ұмтылғанын, осындай романның жарық көргені жайлы, оны оқып болған соң осы кісі және осы тұлға жайлы көп сөз айтуға болады.